Зерделеу онлайнға қош келдіңіз. Жоғарыда көрсетілген платформалардың мақсаты оқу процесін автоматтандыру, барлығын ортақ базаға жинап, онлайн оқытуды жеңілдету. Бұл құжат зерделеу онлайнның платформалар үшін нұсқаулық болып табылады. Біз бәрінен жоғары деңгейде сіздерге түсіндіруге тырысамыз. Нұсқаулықпен танысыңыздар. Сұрақтар қоюдан тартынбаңыз. Бұл сайттың бастапқы беті. Логинге электрондық почтамызды жазамыз. Пароль дегенге өзіміздің құпия сөзімізді енгіземіз. Кейіннен войти деген батырманы басамыз. Мінекей, біз платформаға сәтті кірдік. Енді платформамен жақынырақ танысайық. Бұл жерден оқу бойынша барлық хабарландыруларды көруге болады. Мына бөлімде оқушының төлемдері туралы ақпарат алуға болады. Ал бұл бөлімде оқушының сабақ үлгерімі туралы ақпарат алуға болады. Бұл оқушының жеке сабақ кестесі. Сабақ кестесі арқылы қай күні сабақ болатынын анықтай алады. Ал келесі бұл бөлімде оқушының қатысып жүрген пәндерден неше сағат қалғанын және қай күндері сабаққа қатысқанын көре аламыз. Бұл жерден оқушының жазған тест нәтижелерін және мұғалім жеке оқушыға берер бағасын көруге болады. Бұл жерден біз үй жұмыстарын көреміз. Үй жұмысынан бөлек осы жерден сабақтың жазбаларын көруге болады. Біз енді сабаққа қалай кіреміз? Сабақ кестесінің бөліміне кіріп, біз көк белгіні басамыз. Біз осы арқылы Zoom платформасының сілтемесіне өтеміз. Дәл осы сәтте запустить конференцию дегенді басамыз. Сәл кідіре тұрамыз. Міне, біз сәтті түрде сабаққа қосылдық. Ендігі кезекте мен сіздерге платформаның басқа бөлімдерін көрсетемін. Оқушының профиліне кіріп, қандай сабақтарға қатысатынын және оқушыға кім жауапты екенін білуге болады. Чат бөліміне өту үшін мына бір батырманы басамыз. Басқаннан кейін біз чат бөліміне түсеміз. Осы жерден мұғаліммен және жеке оқушылармен чат алмасуға болады. Назарларыңызға рахмет.